Қазақстанда бірінші кредиттік бюроның мәліметінше 6,5 миллионнан астам адамның кредиті бар. Осы тұста әлеуметтік желіде кредит кешіріледі екен деген жазбалар жиі тарайды. Бүгін осы тақырып жөнінде айтамыз. Жақында қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова стрессті активтер нарығын дамыту жөніндегі заң жобасын ұсынған болатын. Осыдан болса керек, желілерде түсініспеушілік көбейіп, тіпті 1,5 миллион халықтың кредиті кешіріледі деген ақпарат тез тарады. Заң жобасын түсіндіре отырып, ақпараттың рас өтірігін ажыратайық. Әрине, кредиттің кешірілгенін кім қаламайды? Бірақ бұл жағдайда ақпараттың толықтай фейк екенін айта аламыз. Себебі Мәдина Әбілқасымова мәжіліс отырысында несиені кешіру туралы емес, банктер, микроқаржы ұйымдар және коллекторларға проблемалық қарызы барлардың азайту, жеке тұлғалардың құқығын қорғау мақсатында әзірленіп жатқанын айтты. Ал проблемалық қарызы барлардың жалпы саны 1,5 миллион адам. Желіде тараған хабарламада проблемалық қарызы бар адамның жалпы саны мен Мәдина Әбілқасымованың парламенттегі сөзі бұрмаланып, жаңа фейктің тарауына түрткі болған. Қазақстан тарихында кредит амнистиясы бір рет қана болған. 2019 жылы 2,5 миллионнан аса адамның 300 мың теңгеге дейінгі несиесі кешірілген. Жалпы бұған дейінде кредит кешіріледі деген фейк жиі тараған. Соның кесірінен ұлттық банкке арыз жазсақ, қарызымыз кешіріледі деп сенгендер, тіпті офистарына барғандар да көп болды. Енді қорытындыласақ, сіздерге желіде тараған жалған ақпаратқа сенбеңіздер дейміз. Желі парақшаларымызға жазылыңыздар, ал фейктің авторы болсаңыз, қылмыстық жауапкершілікке тартылатыныңызды ұмытпаңыз. Аман сау болыңыздар.